Lesson 4. Present simple of to be. Question, negative and short forms. Test. 4-ші сабақ. To be етістігі осы шақта. Сұраулы болымсыз қысқаша түрлері. Тест. Сіздер жаңа сабақты тест жасау арқылы үйренесіздер. Біріншіден, сіздер сол тақырыпты білесіздер ме, білмейсіздер ме, соны тексеріңіздер. Си варианты дұрыс екен, аю әсел, сен әселсің бе? Яғни сұрақ қойған кезде көмекші етістігі бастауыштың алдында тұрады, аю әсел. Are you әсел? No, I am not. Яғни B варианты дұрыс. No, I am no деп айтпаймыз. No, I am not. Бұл қысқаша жауап түрі. I am not әсел. Яғни бұл сөйлемнің болымсыз түрі, мен әсел емеспін. Is she 8? Ол 8 жаста ма? Is she 8? Ол 8 жаста ма? No, she isn't. Жоқ. Isn't қолдандық, өйткені неге isn't, неге aren't, am not емес? Is John married? John үйленген ба? Неге is, неге am I емес? Өйткені John бір адам, сондықтан біз is қолданамыз. Is John married? John үйленген ба? Yes, he is. Is my puppy cute? Менің күшігім сүйкімді ме? Is қойдық, өйткені puppy күшік бір ғана жануар, көп емес, бір ғана жануар. Сондықтан is қоямыз.
дұрыс. Is my puppy cute? Менің күшігім сүйкімді ме? Yes, it is. Неге it is? Өйткені puppy деген күшік қой. Күшікке біз қолданамыз it есімдігін. Біз оған жынысын білмесек, оған it қолданамыз. Егер жынысын білсек, онда he немесе she. Are they from New York? Yes, they are. Олар Нью-Йорктан келген бе? Иә. Yes, they are деген қысқаша жауап, иә? Иә деп аударамыз, иә. Are we teachers? Біз мұғалімдерміз бе? Are we teachers? Біз мұғалімдерміз бе? No, we are not. Жоқ. No, we are not деген қысқаша жауап. Жоқ. Are you in Chicago? Сен Чикагодансың ба? No, I'm not. Жоқ. Are you in Chicago деп саған сұрақ қойып тұр, иә? Сонда сен no, I am not деп жауап бересің. Өзің туралы, иә? Жоқ деп. Are the students Kazakh? Мына студенттер қазақтар ма? Yes, they are. Иә. Олар туралы айтып жатыр, иә? Мына студенттер. Кімдер? Олар қазақ па дейді, кімдер? Студенттер, олар яғни. Сондықтан біз yes, they are дейміз. Олар туралы айтып жатыр. I am not interested in English. Мен ағылшын тіліне қызықпаймын. My hobby isn't swimming. Менің хоббиім жүзу емес. My hobbies aren't drawing, reading. Менің хоббиларым сурет салу, кітап оқу емес. Яғни, болымсыз сөйлемдер, иә бұлар?
It isn't a pen. Бұл қалам емес. They aren't sofas. Олар дивандар емес. Қалам бір зат, дивандар көп. It isn't 1 o'clock. Сағат 1 емес. We aren't 90 kilograms. Біз 90 килограмм емеспіз. Сонымен біз екінші және осы 4-ші сабақта to be'дің болымды, болымсыз, сұраулы түрін және қысқаша жауап беруді үйрендік. To be дегеніміз болу, табылу деп аударылады. Сөйлемде ол аударылмайды. Үшке бөлінеді. Am, is, are. Am көмекші етістігі тек қана I есімдігімен жүреді. Is, he, she, it есімдіктерімен және бір адам, бір зат болса ғана. A көмекші етістігі we, you, they есімдіктерімен және де екі немесе одан да көп адам немесе заттар болса қолданылады. Яғни біз кім адам туралы айтқан кезде, немесе зат, не зат туралы айтқан кезде, немесе ол адамның зат қандай екенін білгіміз келсе, немесе адамның заттың қайда екеніміз білгіміз келсе, біз сөйлемде осы to be'ді қолданамыз. Яғни to be үшке бөлінеді. Соны өзінің ережесімен қолданамыз. Сұрақ қойған кезде қандай өзгеріске ұшырайды сөйлем? To be етістігі есімдіктің немесе зат есімнің алдына шығады. Мысалы, am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Бұл сұрақ қоятын кезде және қасында қысқаша жауаптар тұр. Сөйлем құрастырып келтірейік. Мысалды. Am I English? Мен ағылшындықпын ба? Yes, you are. Я. Яғни, сен ағылшындықсың деген мағынада, бірақ қысқаша жауап бер. No, you aren't. Жоқ. Are you English? Сен ағылшындықсың ба? Yes, I am. Я. No, I am not. Жоқ. Is he English? Ол ағылшындық па? Yes, he is. Я. Ол ағылшындық деген мағынада. Yes, he is. No, he isn't. Is she English? Ол ағылшындық па? Yes, she is. Я. No, she isn't. Жоқ. Is it English? Бұл ағылшындық па? Yes, it is. Я. No, it isn't. Жоқ. Are we English? Біз ағылшындықтармыз ба? Yes, you are. Я, сендер ағылшындықтарсыңдар деген мағынада. Yes, you are. No, you aren't. Жоқ. Are you English? Yes, we are. No, we aren't. Are they English? Yes, they are. No, they aren't. Енді бұл жерде көріп отырғандарыңыздай сөйлемнің, яғни болымсыз сөйлемнің толық түрі I am not және қасында қысқартылған түрлері. I am not, I'm not. I am дегенде am-ді апострофпен қысқартқан. Яғни I am not, you are not, he is not деп ұзақ айтпас үшін
апостроф арқылы қысқартып тастаған, иә? I am not, I'm not. You are not, you're not, you aren't. He is not, he's not, he isn't. She's not, she's not, she isn't. It is not, it's not, it isn't. We are not, we are not, we aren't. You are not, you're not, you aren't. They are not, they are not, they aren't. Көрдіңіздер ма? Яғни ұзақ айтпас үшін қысқартып тастаған апострофпен. It isn't my dog. It's not my dog. It is not my dog. Осылай үш түрде айтуға болады, иә? It isn't, it's not, it is not. Үш сөйлемде бұл мен итім емес деген мағынаны білдіреді. We are not cold. Біз тоңған жоқпыз. We aren't cold. We're not cold. Үшеуі де бір мағынаны береді. Яғни біз тоңған жоқпыз. Бірақ әртүрлі айтуға болады. I am not Japanese. I'm not Japanese. Мен жапондық емеспін. I am not Japanese. I'm not Japanese. Айырмашылық көріп тұрсыз ғой, иә? Біреу сөйлем ұзақ, бір сөйлем, екінші сөйлем қысқа. Тағы да I am not Japanese. I'm not Japanese.